аруақтар туралы не айта аласыз? Аруақтар біздің жанымызда жүреді ме? Жалпы бізбен байланыс жасай алады ма аруақтар? Және олардың бізге қандай белгі бере алады? Аруақтар туралы мен көп эфирде де айтам, көп әңгімелерде айтам. Негізі айтады ғой, біз Құдай тамақ береміз, шелпек пісіреміз аруақтарға деп. Құрбандық шаламыз, аруақтар разы болсын. Ол сыртқы ритуалдар. Сырттан беріледі. Оған аруақтар риза бола ма? Қалай ойлайсыз? Енді біздің ата бабамыздан сол аруақтарға деп бала күнімізден көргеніміз сол ғой. Ол сыртқы құралдардан, сыртқы ритуалдардан егер аруақ риза болса, қазақтың әр жанның иесі баяғыда бақытты, баяғыда бай болатын еді. Енді Қазақта сөз бар. Өлі ырза болмай, тірі байымайды дейді. Аруақтар адамның ішінде тұрады, ДНК-сында тұрады. Олар қашан ырза болады? Ол ішкі жан дүниеңіздегі сіздің депрессияңызды, тревожностыңды, қорқынышыңызды, әр нәрсені олар көріп, оқып отыр. Егер сіз бұл өмірде қорқыныштан арылып, депрессиядан арылып, барлық мына блоктарыңызды, травмаларыңызды бәрін түсіруді алатын болсаңыз, аруақтарға жарық түседі. Аруақтарға жарық түскен кезде олар ризашылығын сізге күш береді. Тамаша. Ол тек қана сезіммен ғана барады. Ол сенің айтқаныңнан бармайды. Ол сенің жасағаныңнан бармайды. Ол ішкі жан дүниемен ғана барады. Ол сезіммен, ол жүрекпен ғана барады. Сол жолға мен адамды, әр жанды келген адам, мен оны үңілтемін, түсіремін сол жарыққа. Мә, Руслан, мен керемет сезініп жүрмін өз-өзімді.